Ассаламу алейкум, құрметті доктор Ясиннің YouTube тыңдармандары, YouTube көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Сіздерді көріп тұрғанымнан әрине мен қуаныштымын. Өйткені сіздермен кездеспегелі бұл YouTube каналымыздың тоқтап қалғанына, бұл жерде білімдерімізбен, ақпарат кеңестерімізбен бөліспегелі 3 жылдан асып кетті. Себеп Шымкент қаласындағы Наомед клиникамыздың ашылуына байланысты. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша бұл YouTube каналы қайтадан жаймен деп болса да қайтадан қолға алдық. Өзі бұл YouTube каналымызда доктор Ясиннің 4-5 ғана бір видеосы бар, ішкі құрылыстарға арналған. Сол видеоның өзі қаншама халқымызға пайдасын тигізіп, қаншама халқымыз ол кеңестермен емделіп кетіп, қаншама халқымыздың медициналық білімдері артып, қаншама халқымызға өз пайдасын тигізді. Тағы да сол мақсатта медицинаның ішкі қыр-сырларымен бөлісу, дұрыс бағыттағы ем-домдар, үй жағдайында немесе народный медицинамен, табиғи жолдармен, одан бөлек химикат синтетикалармен қалай жұмыс жасау керек, кімге не болады, кімге не болмайды, қарапайым тілде түсіндіретін, қарапайым ашық көше тілімен ақпарат беретін доктор Ясиннің YouTube каналы болып табылады. Әлі бұл YouTube каналына тіркелмеген жандар, қазірдің өзіне тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әлі біраз, яғни ақпарат кеңестермен, секреттермен бөлісетін боламыз. Ендеше бүгін біз бастаймыз. Бүгінгі видеоның өзінде сізге қарапайым кеңестермен бөлісетін болам, пайдалы ақпараттармен бөлісетін болам. Бұл видео негізі 2 ай алдын шығу керек еді. 2 ай алдын біз бұл видео кеңестермен бөлісіміз керек еді. Но қолымыз босамай, ештен көре кеш болса да деп, сіздерге бүгін осы кеңестермен бөлісейін деп тұрмыз. Бүгінгі видеода барлықтарыңызға белгілі қыс мезгілінен көктем мезгілге өткен моменттегі дискомфорттар, яғни оның белгілері, әлсіздіктер, күні бойы слабость пайда болу, иммунитеттің төмендеп кетуі, гемоглобиндердің түсіп кетуі, давлениялар төмендеп кетеді. Әсіресе келіншектерде, қыздарда көбірек кездесіп жатқан проблемалар, үлкендерде де жиі кездесіп тұрады. Қазір таңда еркектерімізде де, жігіттерімізде де кездесіп жатыр бұл проблемалар. Тәбеттердің болмауы. Орнынан бірден тұрса бас айналып кете береді. Күні бойы ештеңеге желаниясы жоқ болып жүреді. Көп адамдарда кездеседі. Сіздерге де бұл симптом белгілер таныс шығар. Бүгінгі видеода соларға қандай поддержка береміз? Қалай бұларды алдын аламыз? Не жасауымыз керек осы жеңіл формада өтіп кету үшін? Деген сұрақтарға біз жауап беретін боламыз. Яғни қыс мезгілінен көктем мезгілі өтіп жатқан моменттерде адамзатта әрине қан кәдімгідей қойлана бастайды. Қан қойлануымен біргелікте қан азая бастайды. Гемоглобиндер түсе бастайды. Яғни қан айналу циркуляциясы түседі. Мұндай жағдайларда иммунитет төмендеп, сізде әлсіздіктер пайда болып, жоғарыда айтқан шағымдар пайда бола бастайды. Сондай моменттерде грипп кездесуі мүмкін, ОРВИ болып қалуыңыз мүмкін, яғни вирус, инфекциялық аурулар пайда бола бастайды. Біздің мақсатымыз сол дәрежеде қиналмау үшін жеңіл көктем жаз айларына көшіп алу. Енді бұларға не істейміз? Әрине жеңіл үй жағдайындағы кеңестер, соған внимание бөлеміз. Бірінші орында керек болған нәрсе бұл ұйқы. Яғни ұйқы режимін сақтауымыз керек болады. Мұндай жағдайларда ұйқы очень важно. Білесіздер, ұйықтаған моменте гормондар жұмыс істей бастайды. Қаншақты гормондар идеальный жұмыс жасайды, сізде қан айналу циркуляциясы жақсы болады деген сөз. Қан сұйыланады деген сөз, қан көбейеді деген сөз. Ми демалса, организм демалса, сізде энергия пайда бола алады. Яғни восстановление бізде основном ұйқыда болады. Ұйқыда бүткіл организм восстановление болған екен, сізде күні бойы энергетичный болып жүруге себепші болады. Келесі кеңестеріміз табиғи үй жағдайындағы компоттар бар ғой өзіміз. Компот, өріктің. Астында менің кеңесім бұрыннан кітаптарда жазылып өтетін бұл курага компоты. Яғни өріктің кептірілгенінің компоттарын 5 сахар күнделікті 2 мезгіл 200 граммдан қолданатын болсаңыз бірнеше ай бойы. Біріншіден кәдімгідей жүрекке қуат бере бастайды. Екіншіден жүрек қан тамырлары, қан айналу циркуляцияларын жақсартады. Қанды сұйылтады, қан көбейтеді, гемоглобинді көтереді. Вот. Келесі кеңестер әрине бұл жерде, яғни свекла, қызылшаларды сол күйі жұмалкадан өткізіп, оған сәбізді қосуыңыз мүмкін, кейбір моментінде алмаларды қосып тұрып бірге параллельно сол күйі жұмалкадан жақсылап өткізіп алып,
күніне бір рет яғни қолданатын болсаңыз, бір ай бойы гемоглобин көтереді, тәбетіңізді ашады, энергия бере бастайды, қан сұйыланады, қан көбейеді. Ол қаншама микроэлемент, қаншама витаминдерге бай. Біліп тұрсыз оның бәрін бізден жақсы. Ондай моменттерде бізге қажет болады. Өйткені қыс мезгілінде біраз микроэлементтер адам организмінде не болады? Дефицит бола бастайды. Дефицит болғаннан кейін бізде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Яғни баяғы жоғарыда айтылған шағымдар болуы мүмкін. Келесі кеңестеріміз. Азанымен ертерек оянып алып, таңғы прогулкалар жасау, бұл бізге әшейін бір естілуі мүмкін, әшейін бір туфтовый зат сияқты көрінуі мүмкін ғой бізге ше, керек емес қой дегендей. Бұның қызметі, бұның рөлі, мұның пайдасы бізді көзімізге көрінбегенмен, бізге еш нәрсе болып көрінбегенмен, егер ол бағаланғанда, ол біз ақшамыз жетпейтін еді. Сол дәрежеде бізге пайда алып келеді. Сол дәрежеде бізге керек таңғы уақыттағы кардио жасау, таңғы уақыттағы прогулкалар очень важно. Біріншіден ми демалады. Дофамин бөлінеді сол моменттерде. Ми тыныға бастайды. Әртүрлі мәселелерге шешімдер ойлана бастайсыз. Свежий ми кезінде. Түсіндіре алдым ғой? Азанымен жүрген уақытта сізде жаңа талдардың көгереді ғой. Ол көгергеннен кейін свежий кислородтар бөле бастайды. Сол моменттерде сіз свежий кислородтардан пайдаланатын болсаңыз, алатын болсаңыз, ол иммунитетіңізді көтере бастайды. Иммунитет көтерілгеннен кейін қан айналым циркуляциясы жеңілдей бастайды. Завтрак бірінші орында. Бізде көп адамдарда питание ретсіз, әсіресе жастарымызда сағат 10-11-де оянады, обедке питание сағат 12-12 жарымда, то есть таңғы питание 12-11 оян бір жарымдарда болады, обедке қосылып кетеді. Немесе обедке ужин сағат, обедке тамақ сағат 4-5-терде болуы мүмкін. В общем, ретсіз тамақтану ғой былайша қарағанда. И то тамақтанып жатқан уақытта как попало любой нәрсе жеуге, сухой паек болуы мүмкін. Жоқ, бізде завтрак вақытында болу керек, сағат 8:30-9-да болу керек. Яғни завтракқа внимание не қолдану керек? Внимание бөлетін нәрсеңіз бұл жұмыртқа вареный. Суға піскен жұмыртқа бізге өйткені белок керек. Сізге энергия беру үшін, күні бойы сіз қуатты болып, күш қуатты болып жүру үшін бізге ақуыз белок қажет болады. Білесіздер, организм энергияны қаяқтан алады? Ол питаниядан алады. Азанғы завтракта 2-3 жұмыртқаны суға пісіріп жібересіз, соны қолданасыз. Овсяный каша қолданасыз. Овсяный каша ұнамаса басқасын қолданасыз. И так же. Вообще-то таңғы завтрак правильный болу керек. Одан кейін таңғы завтрактан кейін не істейсіз? Білесіздер, қыс мезгілінде бізде витамин D3, кальций жетіспеушілік болады ғой. Өйткені күн нұрынан біз керекті элементтерді ала алмаймыз, дефицит болады. Сол үшін сізге, яғни витамин D3 1000 единицалық, кейбір адамдарға 5000 единицалық келу, яғни керек болуы мүмкін, немесе 10.000. Дәрігерден бір консультация алып жібересіз да, витамин D3-ді таңғы тамақтан кейін омега 3 пен бірге, балық майымен бірге қолдансаңыз, ол өйткені витамин D3-лар маймен сіңіріледі организмге, болса сіңірілмейді. Соны бір ай бойы қолданасыз. Бұл да сізге какой-то процент энергия бере бастайды. Иммунитетіңізді көтеруге жақсы көмектеседі. Обедке тамақтарыңызға внимание бөлесіз, кешкі тамақтарыңызға внимание бөлесіз. Кешкі уақытта микроэлементтерден селен немесе цинк қолдансаңыз, ол нұр үстіне нұр. Енді одан бөлек медицинамызда айтылып өтіп кеткен. Көп адам мән бермейтін шығар. Қазір айтуға да бір ыңғайсыз, но бірақ айтуымыз маңызды дәрігер болғанымыз үшін. Өйткені көп адамдарда да осы нәрсе проблема, бірақ көп адамдар бұл проблеманы айта алмайды, іште сақтап жүре беріп, осыған байланысты қаншама аурулар пайда болуы мүмкін. Бұл біздің половой акт. Яғни, грубо айтқанда, төсек қатынастағы нарушениялар. Бізде именно көктем айында очень важно половой контакт нормада болуы. Өйткені ол моменттерде еркекте де, әйелкісінде де гормондар идеально жұмыс істей бастайды. Эстроген, периестрон гормондар. И так же. Бізде гормондар қаншалықты идеально жұмыс жасаса, бізде иммунный системамыз, қуаныш гормондарымыз, бүткіл гормондарымыз идеально жұмыс істегеннен кейін, бізде организмде қан айналым циркуляциясы сол дәрежеде идеальный болады. Какой-то процентке біз жасарамыз. Какой-то процентке жасарамыз біз. Картиюк процесті какой-то процентке сол половой акт кезінде қысқарады бізде. Гормондар сол дәрежеде жұмыс жасайды. Сол үшін оған қаттырақ внимание бөлу керек, чем питанияға қарағанда.
көп адамдарда да, көп ерлі зайыптыларда осы нәрсе нарушение. Именно көктем айында әлсіздікке, бас айналу, тәбеттің болмауына осы нәрсе керек болады, құрметті достар. Одан бөлек енді бұл кеңестерден бөлек, яғни аптечный дәрі-дәрмектер бар. Арнайы растворлар бар, тамызатын, яғни капельница түрінде. Ол раствор, яғни декстроза деп айтады. Яғни ол 5%-лық болады, 500 мл. Оған сіз 4 кубик аскорбиновый кислотаны қосып тұрып, 3-4 күн капить ететін болсаңыз, кәдімгідей энергия беріп, қанды сұйландырып, қанды көтеріп, гемоглобинді көтеріп, сізге кәдімгідей, ол как тамақ, аптечный тамақ, синтетический тамақ. Но кейбір моменттерде дәрігердің кеңесінен өтіп, сізге бола ма, болмай ма, осы шағымдарыңызды айтып, соған қарап жаздырып алсаңыз, ол нұр үстіне нұр. Оны как попало қолдануға болмайды. Показания қаралады, противопоказания қаралады. Немесе глюкоза. Білесіздер, көп адамдар глюкоза қабылдайды. Кейбір адамдарға противопоказанный, сахары бар адамдарға, кейбір адамдарда глюкозаға аллергия беруі мүмкін. И также сол үшін дәрігердің кеңесі қажет болады. Дәрігеріңізге, учаскелік врачтарыңызға барсаңыз, менде осындай шағым бар. Осы дәріні қолданып жіберсем қалай болады, маған мүмкін бе, мүмкін емес пе, жазып берші десеңіз, жазып береді. Глюкозаға тоже 200 мл глюкозаға 4 кубик аскорбиновый кислота, оған қосып витамин B12 бір ампуласы, яғни 2 мл қосып капить етсеңіз, ол да сізге кәдімгідей қуат беріп, қыс айынан көктем айына көшіп жатқан процесіңізді, яғни жеңілдетіп береді, жақсартып береді. Яғни сіз қиналмайсыз деген сөз. Вот осы кеңестер. Біздің мақсатымыз қиналып, әбіржіп, үйтіп жүрмеу. Біздің мақсатымыз бодрый болу, организм мықты болу, иммунитетіміз идеальный болу. Әр нәрсеге ауыру беретін, әр нәрсеге жүгіріп барып, аптекаға дәрі-дәрмектерге жүгіре беретін болмауымыз керек болады. Сол үшін мынандай поддерживающий формада жұмыс істейтін болсаңыз, сіз көктемге әдемі көшіп алып, жаз айларында идеальный өмір сүре бастайсыз. Уже тезірек қалыптасып кетеді деген сөз. Егер сізді осындай жоғарыда айтылған белгілер мазалап жатқан болса, осы кеңестерді қолданыңыз. Немесе сіздің туыстарыңызда осы проблемалар болса, осы видеоны жіберіп қойыңыз, пайда істейсін, еще медициналық білімдері артылсын. Әр көктем айында осы белгілер болатқан болса, осы кеңестерді қолданатын болсаңыз, сізде ешқандай проблема болмайды деген үміттемін. Ендеше пайдалы ақпараттар сізге пайдалы болады деген үміттемін. Біздің доктор Ясин парақшамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта бізде тағы да осындай пайдалы кеңестер, медицинаның қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Ең керек болған нәрсе, яғни бұл жерде қолдап кету. Осы видео астына тәтті пікірлеріңізді, сөздеріңізді қалдырып кетіңіздер. Доктор Ясинде автомат түрде шабыт ояна бастайды, дофамин пайда бола бастайды. Ол комментарияларын оқығаннан кейін. Ал мен тағы да кітаптарын ашып отырып сіздерге керекті, дұрыс бағыттағы пайдалы кеңестерімізбен бөлісетін боламыз. Ендеше келесі видеоларда сіздермен кездескенше ауырмаңыздар.